Жаңғақтар орехтар адам денсаулығына өте пайдалы азықтардың бірі. Олар дәрумендерге, минералдарға, антиоксиданттарға, пайдалы майларға және өсімдік тектес белоктарға бай. Төменде жаңғақтың денсаулыққа пайдасы туралы толық ақпарат беремін. Жалпы артықшылықтары. Жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасы. Жаңғақтарда омега-3 май қышқылдары, токоферол, дәрумені және аргинин бар. Олар жүрек бұшқетін қорғайды. Қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Жаман холестеринді ылдыл азайтып, жақсы холестеринді көбейтеді. Ми қызметін жақсартады. Омега-3 6 дәрумені және магний мидың жұмысын жақсартады. Жаңғақтар есте сақтау қабілетін жақсартады және қартаюға байланысты болатын когнитивті бұзылыстардың алдын алады. Иммунитетті күшейтеді. Құрамындағы мырыш, селен және антиоксиданттар иммундық жүйені нығайтады. Арықтауға көмектеседі. Жаңғақтарда көп мөлшерде талшық, клетчатка пен ақуыз бар. Олар ұзаққа тойымды етеді. Бұл аштық сезімін азайтады және артық тамақтанудың алдын алады. Қабынуға қарсы әсері. Құрамындағы полифенолдар мен омега-3 май қышқылдары ағзадағы созылмалы қабынуды азайтады. Диабетке қарсы әсері. Қан қантын реттейтін заттар бар, әсіресе бадам мен жаңғақта. Инсулинге сезімталдықты жақсартады. Жаңғақ түрлері және олардың пайдасы. Жаңғақ түрі құрамы мен пайдасы. Бадам көп мөлшерде дәрумені, кальций және магний бар. Теріні, сүйекті, жүрек пен көзді қорғайды. Грек жаңғағы омега-3 майларына өте бай. Миды қорғайды, холестеринді төмендетеді. Фундук, лесной орех, дәрумені мен фолий қышқылына бай. Жүрек пен жүйке жүйесіне пайдалы. Жер жаңғағы, арахис, ақуызға бай. Бұлшық ет өсіруге пайдалы. Дәрумені көп. Кешью, темір, мырыш және магнийге бай. Қан құрамын жақсартады, сүйекті нығайтады. Пісте, фисташка көз көруін жақсартады. Холестеринді азайтады. Талшыққа бай. Бразилия жаңғағы табиғи селен көзі. Қалқанша безге пайдалы, қатерлі ісікке қарсы тұрады. Қандай жағдайларда абай болу керек? Жағдай себебі. Аллергия. Кейбір адамдар жаңғаққа аллергиясы болуы мүмкін, әсіресе жер жаңғағына. Артық салмақ. Жаңғақтар калорияға бай, сондықтан көп мөлшерде жеу семіздікке әкелуі мүмкін. Асқазан ішек мәселелері. Кейбір адамдарда жаңғақ іштің кебуін немесе бұзылуын тудыруы мүмкін. Күніне 20-30 грамм жаңғақ жеу жеткілікті, шамамен 1 уыс. Қалай тұтынуға болады? Таңғы асқа қосымша сүзбе мен йогуртпен. Смузи немесе салаттарға араластыру. Жаңғақ майы, арахис, бадам майы. Пісіру кезінде торт, печенье, Қорытынды. Жаңғақ өте пайдалы, бірақ мөлшермен жеу керек тағам. Егер аллергия болмаса, оны күнделікті рационға қосу арқылы жүрек, ми, тері, иммунитет және ас қорыту жүйелеріңізді жақсарта аласыз. Егер нақты бір жаңғақ түрі туралы тереңірек білгіңіз келсе, мысалы, кешью немесе грек жаңғағы, айтып берейін бе?